Барлықтарыңызға сәлем достар, есімім Ұлбосын, каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай керемет дүкендегіден де дәмді рулет жасайтын боламыз. Бізге ол үшін осындай екі ыдыс қажет. Ақ уызымызды және де сары уызымызды ажыратып аламыз. Ақ уызымызды салатын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ және терең болу қажет. Осылай барлығын ажыратып аламыз. Енді қантымызды жартысын ақ уызға, жартысын сары уызымызға саламыз. Одан кейін миксерлап бастаймыз. Ақ уызымыз осындай болу қажет, әппақ болып, төңкерген кезде түспейтіндей болу керек. Енді сары уызымызға да жарты қантымыз салып қойдық, оны да миксерлейміз. Одан кейін күнбағыс майын қосамыз, сүтімізді қосып, тағы да миксерлейміз. Мінекей дайын. Енді қопсытқышымызды ұнымызға қосып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Осылай тағы да ұнымызды миксерлеп шығамыз. Осындай қамыр шығу қажет. Енді осы массамыздың үстіне ақ уызымызды қасықпен немесе силикон қасықпен осылай түсіреміз және де араластырамыз. Жоғарыдан төмен видеодағы көрініп тұрған сияқты араластырамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Пергамент қағазын төсеп аламыз. Осының үстіне қамырымызды құямыз. Барлығын шет-шетіне тигізіп, бір шеті қалың болып, бір шеті жұқа болып қалмау керек. Барлығын біркелкі етіп жағып шығасыздар. Және де 180 градуста 15 минут пісіресіздер. Одан кейін піскен-піспегенін ағаш таяқша арқылы білуге болады. Осылай бисквитіміз дайын. Осындай сүлгімізге түсіреміз. Аударып осылай қоямыз. Пергамент қағазды алып тастаймыз. Уже қажет емес бізге. Осылай сүлгіге орап шығамыз. Міндетті түрде ол кезде бисквитіміз ыстық болу керек. Ыстықтай орап тастаймыз. 20 минуттай суығанша. Достар, ортасына, салмасына қалағандарыңызша крем салсаңыздар да болады, джем салсаңыздар да болады, вареный сгущенка. Мен осындай вареный сгущенканы салып жағып шықтым. Сіздер не бар, соны салсаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз. Суығаннан кейін жаңа айтқандағыдай ыстық күйінде орау керек деп, себебі суық күйінде орасаңыздар сынып кетуі мүмкін. Достар, қарасаңыздар, рулетіміз дайын, өте әдемі болды. Осылай екі шетін алып тастасаңыздар болады. Өте әдемі болып шықты. Достар, жасап көріңіздер. Өте оңай, қарапайым рецепт. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ұлбосын. Астарыңыз дәмді болсын.